Мұғалжар газеті өз бастауы 1930 жылы жарыққа шыққан кедей басылымынан алады. Өңірдегі тұңғыш газет төте жазумен басылып шықты. Мұғалжар газетінің іргетасының алғашқы кірпіші Жиенғали Тілепбергенов, Құдайберген Жұбанов, Хамит Құрмашевтардың қолымен қаланды. 1965 жылға дейін бүгінгі Мұғалжар Темір қаласында социалистік майдан, коммунизм жолы деген атпен шығып келді. 1965 жылы Темір ауданының орталығы Қандыағаш қаласына көшірілгеннен кейін газет «Октябрь туы», «Знамя октября» деген атпен Қандыағаш қаласында шықты. 1995-1997 жылдары аудандық газет атауы Қандыағаш деп өзгертілді. 1997 жылы Октябрь мен Мұғалжар аудандары бірігіп, Мұғалжар ауданы болған кезде, осы кезге дейін Ембі қаласында жарық көрген Еңбек таңы коммунист газеті Қандыағаштағы «Октябрь туы», «Знамя октября» газетіне қосылып, аудандық газет Мұғалжар деген ат алды. 2020 жылы 90 жылдығын тойлаған басылымның бүгінгі ұжымы газеттің сан жылдардан бері қалыптасқан жолын жалғастырып, заманға бейімдеп, жаңалық жаршысы болып келеді. Әлеуметтік желідегі басылым парақшалары да ел, облыс, аудан жаңалықтарын күнделікті жариялауда. Мұғалжар KZ сайтының да өз оқырмандары бар. Бүгінде газеттің өз YouTube каналында аудан жаңалықтары мен күн тәртібіндегі мәселелеріне арналған репортаждар жарияланады.